Алла тағала сәресінде ауыз бекіткен пендесіне дейді, ауыз ашарға дейін бүкіл періштелерге әмір береді дейді, аузын бекіткен мына пендем үшін кешірім тілеп тұрыңдар деп айтады дейді. Ана қараңыздар, сіздер сәресінде ауыз бекітесіздер ғой, кешке ауыз ашарға дейін Алланың бүкіл періштесі мына кісі ораза, Алла бұны кешір, мына кісі ораза деп Алланың періштелері истиғфар айтып тұрады екен. Ана қараңыздар. Және дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, сол менің үмметімнің құрметіне Рамазанның оразасы келген кезде Алла тағала жәннатқа айтады дейді, ей жәннат, бұрынғыдан да бетер әсемден деп айтады екен. Ана қараңыздар. Ей жәннат, бұрынғыдан да бетер әсемден, жер бетіне менің пенделерім шаршап келеді, демалсын деп айтады екен. Тух, шаршап жатырмыз бәріміз, өлейін деп жүр. Пенделерім ораза ұстап не істеп келеді дейді, шаршап келеді, жәннат сенде демалсын. Енді қарасаңшы, бұл әмірдің орындалып жатқаннан ма, бұйрықтың орындалып. Биыл біз жер бетіндегі нешінші оразаны ұстайын деп жатырмыз, білесіздер ма? Бір саннан қателесті. Биыл біздің жер бетінде ораза ұстайын деп жатқанымызға 1445 ораза екен. Биыл оразаның парыз болғаннан 1445 жыл. 1445 рет не істелінген екен? Жәннат әдеміленіп жатыр, әсемденіп жатыр. Күйеуін сағынып күткен әйел сияқты дейді алыстан. Кірген бойда ертең не істейді дейді? Демалады дейді. Ораза ұстап келгендер. Міне, оразаның сыйлығы осында екен ағайындар. Одан бөлек, енді тез айтсаңшы, айтқым келіп барады, ішімде не шығып. Кешкісін жата алмайым, просто айтпай кетіп қалсам болады. Одан бөлек қызға айтайын ба, бір Рамазанның ішінде 5-6 рет кешіріліп кетеді екен ғой пенде. Бір Рамазанда 5-6 рет кешіріліп кетеді екен ғой. Ертең алғашқы күнде оразаны ұстаймыз ғой, сол кезде пайғамбарымыз айтады саласы, кімде кім Рамазанды Рамазанға жалғап ораза ұстаса, 2 Рамазанның арасында күнәсінен ештеңе қалмайды дейді. Бірінші күні біз не істейміз иншалла? Кешірілеміз. Кейін екінші тағы мән қаума бағана айтты, кімде кім тараух намаздарына, түнгі намаздарға тұрса, шын жүрекпен сауабын үміт етіп тұрса, ойбай, ұзақ болып кетті ше деп тұрса деп атқан жоқ, шын жүрекпен тұрса деп атыр. Бітіп қалмаса екен, ойбай, бітіп қалмаса екен деп тұрса дейді. Сауабын үміт етіп, оның өткен күнәларынан ештеңе қалмайды дейді пайғамбарымыз айтады салсын. Кетті ма? 2, 3. Бағанағы періштелер дейді, таң атқаннан күн батқанға дейін сіз үшін истиғфар, тілектері қайтарылмайды дейді. 3. Үшінші рет кешірілесіз. 4. Кімде-кім қадір түнімен кездессе дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, оның өткен күнәларынан ештеңе қалмайды дейді. Кетті ма? Кетті. 5. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кімде-кім Рамазанның оразасын ұстаса, соңғы түнінде кешіріледі дейді. Сонда сахабалар сұрайды, я Расулалла, ол қадір түні ма? Жоқ, қадір түні емес дейді пайғамбарымыз айтады. Ол қадір түні өз алдына бөлек, мен айтып жатқан түн өз алдына бөлек. Әрбір жұмыс деген кісі өзінің ақысын ала ма айдың соңында дейді. Әлбетте, дәл солай Рамазанның оразасын ұстаған кісінің ақысы күнәларынан түк қалмай кешірілуі деп айтты дейді. Қараңыздар. Бір Рамазанда бір пенде 5 рет кешіріп кетуге мүмкіншілігі бар екен ағайындар. Кетті ма? Ораза туралы айтты. 4-ші соңғы амалды айтайын, сонымен бітті Құдай қаласа.